желтоқсан құрбандарына арналған мешіттің жанында ас берілді. Ақбоз ат сойылды, ас беріліп, бір желтоқсан құрбандарын еске алайық деген уақыт. Мұратбек қажының біз отырған бөлмелердің бәріне басып кіріп, Рекеңнің қолын сындыру жүйесі қалыптасты. Мың 1990 жылдың 12 қаңтарында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғаннан кейін мүфтияттың алдында көптеген шешімі қиын өте өзекті мәселелер тұрды. Олардың ең негізгілерінің бірі діни сауаттылығы жоғары, білікті дін саласының мамандарын жылдамдатып әзірлеу мәселесі еді. Бұл мәселені шешу үшін діни білім беретін медреселерді іске қосу, қараусыз қирап тұрған мешіттерді қайта қалпына келтіру, мешіт медресе жоқ жерлерге жаңа мешіттер салу сияқты көптеген қаржыны әрі заңды құжаттарды қажет ететін істер кезек күтіп тұрған болатын. Мұндай басқа аса маңызды істердің бірі мүфтияттың ішкі және сыртқы келбетін қалыптастыру, әрі оның жалпы халықтық мекеме ретінде беделін көтеру, сондай-ақ халықаралық деңгейде мойындалатын діни мекеме ретінде таныта білу міндеті тұрды. Мың қосшыға бір басы дейді қазақ. Мың адамды бір адам басқарады дейді. Мың адамды мың адам басқарса, мың жаққа қарап кетеді. Ал енді мың адамды бір адам басқарса, бір жаққа қарап кетеді. Сондықтан Алла өзі біреу, Алланың жолы біреу. Ал енді біздің ұстайтын Қазақстанның жолы да біреу болу керек. Бір сөзбен айтқанда, діни салада көптеген жаңа реформалар жасау қажеттілігі сұранып тұрған болатын. Бірақ мұндай өзгерісті қаламайтын, діни сананы қалыптастыру жолындағы бастамаларды мүлде қолдамайтын кері тартпа топ мүшелерінің қатары да аз болмаған ақиқат. Мұның бір ғана дәлелі ретінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының құрылғанына көп уақыт өтпей, мұсылман жамағаты арасынан іріткі салып, арнайы түрде ұйымдастырылған Алматы қаласындағы орталық мешітте 1991 жылдың 16 желтоқсанына тура келген жұма күні алауыздық туғызып, мешіттегі мұсылман жамағатын бір-біріне айдап салып, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сол кездегі мүфти Хазірет Мұратбек қажы Нысанбайұлының қолын сындырып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын мойындамауға үгіттеп, мешіттегі өзге ұлт өкілдері арасынан жаңа мүфти діни басшылары тағайындап, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын таратып жіберуге барын салып, тырысып баққанын нақты түрде айтуға болады. Соның арасында мен өзім болдым. Болғанда да не болды? Әрбір сол жерде сөйлеймау, білемау деген жігіттердің бәрін өзінің бөлме кабинеттерінде басты. Жұма намазы кешіктіріле басталды. Жұма намазының уақыты митингке айлана бастады. Микрофонды имамнан тартып алып, көптеген адамдар бірінен кейін бір сөз сөйлеп, міне Қазақстанға бұндай муфти керек емес бізге, бұндай муфти кетсін, оның сейфінен анандай шықты, мынандай шықты. Бірақ жұма намазы оқылды, оқылғаннан кейін Мұратбек қажының қолын сындырған күйінше Мұратбек қажыны алып кетті. Алып кеткеннен кейін ол жерде істейтін жігіттердің бәрін жан-жаққа шашыратты да уақытша муфти, уақытша найып муфти сайланды. Басқа ұлт өкілдеріне. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дамып кел жату жүйесін әлсірету болып саналды, менің ойымша. Сол менің ауруханасы дейміз ғой енді. Сол ауруханада травматология бөлімінде қарасам мүфти Хазірет отыр. Енді түріне қарасам, әрине ренжіп, мұңайып отыр. Бұндай жағдайдан кейін адам баласының көңіл күйі болуы мүмкін емес. Сонан кейін барып амандастым, жағдайын сұрадым. Айтты, солай мен сондай жәбірлік жасады, қолым сындырды. Соның менен мына жерге алып келді, қазір маған жәрдем керек. Совменнің больницасына шақырды. Емханасына, ол жерге барғанымда маған айтты. Ол кісі тапсырды, маған тапсырды да айтты. Ең бастысы деді. Енді қалыптастырып отқан ислам институтынан айырылып қалмауымыз керек. Шәкірттердің басынан, жиналған шәкірттерден айырылып қалмау үшін ислам институты қандай жағдайда болмасын, ислам институтына сабақ тоқтатпаңдар деді. Қандай жағдайда болмасын, не болса да, ол жерде мешітте былай айтқанда 200-300-дей жігіт жатты ғой. Былай айтқанда жатыр, а біз бар болғаны кім? Ислам институтында жаңадан бірінші жылы алынған 30 шәкірт және де 1-2 ұстаз дейді. Содан кейін маған айтты, сен барасында ислам институтында қаншама сабақ, пәннен сабақ беру керек, соншама пәннен сабақ бересің, бірақ ислам институтындағы балдарды тарқатып алмауымыз керек. Неге? Олар Қазақстанның болашағы.
Қазақстандағы ислам дінінің даму жүйесін қалыптастыратын жастар деді. Неге? Ертең қарттар кетеді. Қарттар кеткеннен кейін мешіттерімізге, немесе медреселерімізге кім ие болады? Жастар болмаса. Орта буын жоқ болды ғой. Мысалы, ең айқын мысалдың біреуі осы енді мұсылман еліміз деп өзіміз енді бастап айтып жатқан кезімізде соны бізді мұсылман жасайтын адамды жәбір беріп, қолын сындырып, осындай жағдайға келген бұл адамзат или ел дейік. Бұл қандай ел? Неменен оны салыстыруға болады? Сені жолға саламын, саған тәлім тәрбие берем, айтам, түсіндірем деп, жақсылық жасаймын деп атқан адамды осылайынша жәбірлеген жағдай бұл қай жерге сияды? Не мақсатта жасалынды? Қазір көбінесе айтады, олай болған жоқ екен, анау болған екен. Біз соның арасында болдық, ол оқиға болды. Және де ол оқиғаның ұмыт болуының білесіз бе? Бірден бір себебі неде? Бірден бір себебі Ратбек қажының ол кісіге жасаған қастандығын кешіруінде болды. Ол ешқандай кісіге жасаған қастандықты қолын сындырған адамды сот болғанның өзінде кісі кешірді. Сол кешірімнен кейін ол әңгіме көп көтерілмеді. Ол уақытта кісі бізге нені үйретті? Сен діндар боласың ба, сен кешірімді бол деді. Қаншама кешірімді болған сайын халық сені тыңдайтын болады деді. Егер сен кешірімді бола алмасаң, егер халықтың сөзін тыңдай алмасаң, сен қалай халыққа өсиет айтасың, имам бол деді. Ол уақытта қастандық жасалынған неден болды? Басқа неше түрлі топтардың араласуымен жасалынған қастандық болды. Ол қастандықтың басында тұрған адамдар да болды. Біздің Қазақстанның мешіттердің имамдарынан болды. Кейбіреуін олардың уақытша муфти сайланды, уақытша найып муфти сайланды, муфтидің көмекшісі ретінде. Ол нәрселердің бәрі болды. Бірақтан да олар не? Бірінші оларды қорыққан жер не болды? Қазақтың жастары көйіп кетсе, біз жұмыссыз қаламыз деген болды. Ондай саясат жүрген жоқ қой. Ол жерде әрбір мешітте қазақтың жасы имам болу керек деді. Ол деген сөз бас имам болу керек деген сөз емес. Имам болсын, келген қазақтарға қазақша уағыз насихат жасалсын деді. Және де ертең бұл имам болып отырған 60-тағы, 70-тегі ақсақалдар кеткеннен кейін оның орнын басатын адам болсын деді. Олар Ратбек қажының саясатын олар деп түсінген жоқ. Бұлар келсе, біз жұмыссыз қаламыз деді. Бірақында өкіметтің заңында да бар ғой. Адам баласы бір жасқа келген уақытта пенсияға шығу керек, зейнетке кету керек дегендей. Олар мәңгілік сол мешіттің иесі болып қаламыз деген ойда болды да. Содан сондай пиғылдағы адамдарды ақшасы бар басқа бір топтар ақша менен азғырды, оларды сендер мұндай боласыңдар деді, сендер бұл айтқанда сахнадан кетіп қаласыңдар дегендей үгіт насихатпенен оларды алдап арбауларына түсірді. Содан бұл оқиға қалыптасты. Ең соңында ең басты нәрсе айту керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тұңғыш муфтиі кім? Тұңғыш қалыптастырған адам кім? Ратбек қажы Нысанбайұлы. Және де ол муфти ретінде бізге өзінің соншама оны ұрып соғып қолын сындырған уақытта өнегесін көрсетті. Балдарым, ол былай болады. Қаншама кешірімді болсақ, Алла Тағала соншама біздің елімізге, біздің халқымызға Құдай берекет береді деді. Неге? Имам ол кім? Имам адам баласының қуанғанда, адам баласының қиналғанда қасында үгіт насихат жасайтын адам, жол көрсетуші. Сол жол көрсетуші мейірімменен өзінің артында ерген халыққа, артына ерген жамағатына мейірімді болмаса, немесе кішіпейілдік жасамаса, онда халық қалай болады? Сол үшін ол кісінің бірінші көрсеткен бізге өнегесі сол қолын сындырған адамдарды кешіруінде болды. Сол үшін бұл тарихта ұмыт болып қалған бір оқиғалардың бірі деп ойлаймын. Бірақында ол болған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сондай қиын уақыттардан өтті. Құранда аузубиллахи минашшайтонирражим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Атиуллаху атиу расул ва улул амр минкум, садақаллахул азим. Бір Аллаға бойынсыныңдар, бір Алланың елшісі пайғамбарға бойынсыныңдар, өздеріңнен болған басшыға бойынсыныңдар деді. Демек, өздеріңнен болған басшыға бойынсыныңдар деген сөзді кеше атеистік тәрбиеде, міне көрдің ба? Ислам діні мынау
феодалдардың, байлардың, аристократтардың қолшоқпары. Бұл басыңды бұқта жата бер, деме деген сөз деп бұны бізге теріс оқытты. Олай емес, ол қатап, ол атасын баласына, баласын әкесіне қарсы қойғандай тірлік. Осы 12 мүшені істетіп тұрған мынау бас. Ал енді басшы деген сол бастан алынған. Демек, басшысыз ел болмайды, басшысыз жан болмайды деген сөз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын ашқаннан кейін бір аптаға жетпей Бұқарадағы, Ташкенттегі Қазақстаннан барған балдардың бәрін айдады. Сөйтті да айдап жіберіп, қазақтарды қайтып қабылдамастан басқа ағайындарын өздері қайтып қабылдады. Сонан кейін мен бұның бәрін дәлелдеп тұрып, жаңағы медреседен қуылған қазақ балдардың әке шешесінің басқасының бәрін қолын қойдырып, адресіне әлгі паспортың несіне дейін қойдырып жаздырып Москваға. Бір айда институт ашасыз ба, университет ашасыз ба, өзіңіздің еркіңізде деп хатын алып алдым. Сөйтті екеуі ашып алдым. Алматыдан ислам институтын аштым, Меркеден ислам медресесін аштым. Бұл екеуі де тікелей олардың өзінің рұқсатымен алып шығып кетіп қалдым. Өйткені олар анадан құтылу үшін маған осыны беруге мәжбүр болды. Бұның қиянатты бастаған мен діни басқарманы бөліп алғандығым пайдаланып кешегі өлген Мұхаммед Жүсіп мыналарды 10 қазақты жантап жіберген. Менің қолым сындыртып қайтадан Өзбекстан қосып аламыз деп. Бұл мақсат мен еліме дінді әкеп халқымды көтерем деп отырмын. Ал менің әкелген ісімді олар жоққа шығармақшы болып, біреудің ақшасына келіп менің қолым сындырып жүрген соларды қазақ деп, соларды мұсылман деп айтуға бола ма? Қазақтық қаны қайда, исламдық діні қайда? Міне, осылай нәрселер нақ қазақтар бар. Жалдап жіберген. Оны шүкірлі ұсталды да, оны бір портфельменен. Ол қашып, тастап, портфель тастап қашып. Сонда әрқайсына 20 мыңнан ақша төлеген екен. Бұрын ішкі саясатты, идеологияны СССР-дің арнаулы қызметтері өте жіті бақылап отыратын, әрбір іс, әрбір жасалған тірліктің бәрі солардың көз қиығында болатын. Ал егемендік алдық деп біздер босаңсып кеттік. Өкіметіміз де, оның бер жағында ел билігін араласып жүрген азаматтар да соны аңғармай қалды. Сол себептен 92 жылы өте солқылдақ, әлсіз, есікті айқара ашып тастайтын діни сенім бостандығы деген заң қабылданды. Сол заңның аясында елімізге толып жатқан миссионерлер, олар енді исламға байланысты, христианға байланысты, католиктерге, протестанттарға байланысты толып жатқан ағымдар ешқандай тосқауылсыз елімізге кіріп кетті. Осы кезде де Ратбек Қажы Нысанбайұлының атқарған қызметіне тоқтап кетуіміз керек. Миссионерлер Совет үкіметі жығылады деп 89-дан бастай бастады олар. Кейбір күндері 3 топ миссионерлер қабылдаған күндерім болды. 3 топ. Осы бізге байлықты үйіп бергісі келеді. Жақсылықты аямай төккісі келіп сөйлейді. Өте күлеп тыңдап отырам. Болдыңыз ба деймін, болды. Қандай үкіметіңіз? Кімсіз сіз? Мені дүние жүзі таниды. Пәленше десең, муфти Қазақстан десең, Америкаңда, Англияңда бәрі біледі. Мен муфтилік ашқанда 36 мемлекеттен телеграмма келген, құтты болсын. А сендерді кім таниды? Қан қағазым. Қазір дайындаймыз дейді, туалетке тарет аламыз дейді, қашатта кетеді. Сөйтіп жүріп, бұның көбісі Өзбекстан, Тәжікстан, Шешенстан, Қырғызстанға өтіп кетті де, біз Қазақстанға ешқандай неғыламай, әсерін тигіземей кетті. Муфтият қалыптасқан уақытта көптеген мемлекеттерден неше түрлі саясаткерлер келе бастады, неше түрлі қаржы келе бастады. Сол уақытта басқа саясат жүйесіне еріп кетпеу үшін келіп жатқан неше түрлі қайырымдылық ақшаларды алмау жүйесі болды.
біз алмадық, алмағаннан кейін неше түрлі қиындық жағдайға душар болдық. Бірақында алмауының арқасында бізде неше түрлі имам ағзам Абу Ханифа мазхабына жат ағымдар бізде болғаны жоқ. Енді бір екі мысалын айтайын. О, Фаластиннен бір мынандай қауға сақал біреу келді. Араб болып. Оны кейін Эмираттан екеуі келді. Соны кейін Сейдулла Көпбаев, Хазірет мыналарға бір тамақ берсеңіз, анау мынау осылы арабтар қайта-қайта. Оны қайдан білесің сен? Апарып, Медеудің бер жанындағы жақсы неге апарып тамақ әкеп қойған. Енді әкеп атқанда жаңа Палестиннен кейін қауға сақал. Хазат таам харамын деп қарғып тұрып кетті. Мына тамақ арам деп. Тоқта, 3 рет айтқанға дейін демей отыра берді. Болдың ба дедім, болды. Сен қателестің дедім. Таамул лазина утил китаба хиллун лакум, таамухум хиллун лакум деген аятқа қарсы келдің сен. Сен қазір бұл менен кәпір болып кетесің сен дедім. Берде 11 миллион мұсылман бар дедім. Соның мен мұптиымын дедім. Сен қалай тамақты харам дейсің? Кітап иелері түскен, мәселен христиан дініне, еврей діндегілердің де тамағын жеуге болды. А біз мұсылманбыз ғой берді дедім. Сен қалай харам деп айтасың сен? Айда жібердім, тамақ бермей. Аны екі арап қайтым, сен де кетесің ба? Жоқ, сіз не жесең, жылқының етін әкелдіріп жегіздім оларға. Мені бұндай қисықтар да келді. Бірақ анау несін өткіземей, сол күні қашып кетіп қалды. Сол күні қашып кетті. Келсе, ол басқаша адамдар екен. Көрдіңіз ба? Анау арабтар айтты, біз шатасып, біз кешіресіз деп, олар да ұшып кетті. Міне. Ал сонда жүректік болмаса кім істейді бұл жерде? Біздің осы діни көзқарасымыздың қалыптасуына шетелдегі үлкен ықпалды мемлекеттердің біздің осы діни өмірімізге араласуы біздің жүйелі түрде дінімізді дамытуымызға үлкен кедергі болды. Себебі біз бір тұлғаны тыңдап, бір ғана өзіміздің сунниттік исламды ұстайтын болсақ, біз көптеген біздің рухани дүниеміз өте күшейіп, біздің елімізге сырттан келушілердің жолы кесіліп қалар еді. Сондықтан біздің бұлар көп жағдайда телевидениені пайдалана отырып, осы ақпарат құралдарын пайдалана отырып, біздің ішімізге іріткі салу арқылы біздің назарымызды мүлдем басқа жаққа аударды да өздерінің жымысқы саясаттарын жүзеге асырды және өздерінің солардың ықпалындағы секталардың пайда болуына, олардың еркін өмір сүруіне, олардың осы қоғамға сіңіп кетуіне бұлар көп жұмыс жасады. Оған қаржылайда көмек оларға келіп жатты. Және біздің жоғарыда бізді өзімізді айтыстырып, тартыстырып қойып, біздің негізгі назар аударатын нәрселерімізді бізді басқа жаққа алып кетті. Біз осыны кеш түсіндік. Мүфтияттың құрылғанына 25 жыл толып жатыр екен. Бұл өте бір ширек ғасырлық ғұмыр. Біздің бүкіл рухани дүниеміз осы дін, әсіресе осы дінге қатысты дүниелеріміздің барлығы осы кезеңде қалыптасты десек, қалыптасқаны рас. Ал енді алғашқы, енді біз жақсы дейік, жаман дейік, қалай десек те біздің осы негізгі дініміздің шаңырағын қалаған, осы мүфтияттың іргетасын қалаған, дінімізді алғаш рет халыққа уағыздауда үлкен жұмыс жасаған бұл Ратбек Қажы Нысанбайұлы. Ратбек Қажы Нысанбайұлы Құран кәрім аударып, алғаш рет Алланың сөзімен қазақ тілінде таныстырған, елімізде тәуелсіз мүфтият құрып, Қазақстан мұсылмандарды діни басқармасының негізін қалап тұрған тұңғыш мүфтиі. Ал енді Құран кәрімде шура, кеңеспен басқарыңдар деп отыр. Көппенен кеңесілген тірлікте еш уақытта қате болмайды деген. Сондықтан біздің халқымыздың, біздің жақсыларымыздың, Қазақстан ұлықтарының, Қазақстан дінбасшыларының, Қазақстан діндарларының, Қазақстандағы тақуа ағалар інілеріміздің еңбегінің арқасында осылай болды. 1990-2000 жылдар аралығында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы, бас мүфти қызметін атқарды. Бірнеше діни кітаптардың авторы, ислам Алланың хақ діні, намаз ғибадаттың ұлысы, исламдағы жерлеу рәсімі,
намазға асығыңыздар. Тарих таным өнеге. Пайғамбарлар тарихы. Сондықтан біздің ислам өте даналықтың арқасында бізді арақтан қайтарған. Жаман істен қайтарған. Жақсылыққа шақырған. Қазақ мемлекеттік Сәулет құрылыс академиясының құрметті профессоры. Елімізді 25 жыл басқарған уақытта мемлекетіміздің әлденеше медаль грамоталарымен, ал 1990 жылы Египет Араб Республикасының ғылым мәдениетке сіңірген еңбегі үшін орденімен марапатталған. Сіздерге зор денсаулық, барлық уақытта жақсылық, осы оқыған оқулар жақсы бітіріп, жақсы азамат болуларыңызды тілейміз. Желаем вам крепкого здоровья, хорошо учиться и быть хорошими людьми своей родины. Ал енді осының қабілетесті мынау кітапшаларыңызды беруге. Дұрыспа, кім бар енді батыр? Вот, после его посещения у нас очень результат такой положительный, потому что многие такие даже нарушители, которые нарушали, но когда почитали Коран, когда им довели до их сведения. Сондай-ақ Ратбек Қажы Нысанбайұлының есімі Қазақстанда кімдер бар? Алтын кітап, Қазығұрт энциклопедиясы, Оңтүстік Қазақстан энциклопедиясы деген кітаптарда аталған. 18 мың әлемді жаратқан. Ол 18 мың табиғат, мақлуқат, набатат. Табиғаты 6 мың, мақлуқаты жаратылысы 6 мың, набататы өсімдігі 6 мың. 6 мың, 6 мың, 6 мың, 18 мың бола ма? Осы 18 мыңды жаратқан жаратушы бір Алла бәрімізді жаратқан. Ратбек Қажы көптеген елдермен діни байланыс орнатып, 80-ге жуық елде болып, халықаралық конференцияларға, ірі форумдарға қатысып, араб, ағылшын, парсы тілдерін меңгерген маман ретінде баяндама жасап, лекциялар оқыған. Аллаху акбар. Ратбек Қажы Нысанбайұлы көрнекті қоғам қайраткері және артына мол әдеби мұра қалыптастырған ғұлама ғалым. Міне осылайша қазақ қоғамы дін саласында жағдай сан саққа құбылып тұрған сынаққа толы кезеңді басынан өткерді. Аллаға шүкір, басшылықтың табанды ұстанымы, дұрыс бағыты уақыт өте келе көпшілікті мойындатты. Осы кезеңдерде дін саласының басында жүрген мүфти Хазірет Ратбек Қажы Нысанбайұлын Қазақстандағы ислам тарихының жаңа кезеңінің негізін қалаушы ретінде тануға әрі танытуға болады. Шын мәнінде бұл ең қиын әрі сынаққа толы кезең болады. Мына кісі бірем өткенде бұл. Неден келді ғой? Өткен бірінші құрылтайда болған. Келіңіздер. Добро пожаловать, добро пожаловать.